Фредди Крюгер, маньяк және кісі өлтіруші. Кошмар на улице Вязов кинофильмінің ең басты жағымсыз кейіпкері. Фреддінің анасы Аманда Крюгер жас кезінен монах әйеліне айналып Мэри Хелен деп аталады. Содан кейін психиатрлық ауруханаға медбике болып жұмысқа орналасады. Бір күні Аманда байқамай абайсыздан аурухананың ең жоғарғы мұнарасында қамалып қалады. Бұл мұнарада есі ауысқан маньяктар болған. Олар Аманданы тығып бірнеше апта зорлаған. Аурухана қызметкерлері оны тапқанда, оның аяғы ауыр екенін анықтаған. Босанғаннан кейін Аманданың есі ауысып кетеді. Сондықтан сәбиді балалар үйіне орналастырады. Содан кейін Андервуд деген кісі асырап алады. Андервуд маскүнем болған. Күн сайын ол Фреддині жарақаттап сабайтын еді. 18 жасында Фред Андервудты өлтіреді. Полициялар ешқандай айғақ таба алмағандықтан Фредди өз қылмысы үшін жауапқа тартылмайды. Арада бірнеше жылдар өткен соң Фредди Ларитти деген әйел адамға үйленіп, әйелі босанады. Қыздың атын Кэтрин деп қояды. Фредди Вязов көшесіндегі кішкентай балаларды ұрлап, зорлап өлтіре бастайды. Көп кешікпей Уоррен түсіне бастайды Фреддінің маньяк екенін. Фред бұны байқап, Уорренді кішкентай Кэтриннің көз алдында қаңғылдырып өлтіріп тастайды. Жергілікті биліктер Фреддиден күдіктене бастайды. Сондықтан оны тез арада ата-ана құқығынан айырып, Кэтринді балалар үйіне алып кетеді. Полициялар айғақ таба алмағандықтан қаза тапқан балалардың әке-шешелері ашуланып, өздері әділдікті орнатуға көшеді. Фредди бұл мәселені естіп, көп кешікпей котельнидің ішінде тығылып қалады. Бірақ ашулы халық ақыр соңында оны тауып, сол жерде бүкіл есікті құлыптап, тірідей жағып жібереді. Өлер алдында Фреддиге түс шайтандары ұшып келіп, оған келісім шарт ұсынады. Крюгер оларға өз жанын тапсырады, ал шайтан оның орнына жаңа өмір сыйлайды. Содан бастап Фредди өз құрбандарының түсіне енетін болған. Енді ол едәуір қауіпті, өйткені оны өлтіру мүмкін емес. Крюгер қорқынышпен және кішкентай балалардың жанымен тамақтанады. Сондықтан ол өз құрбанын өлтірмей тұрып, бірінші жақсылап тұрып қорқытып алғанын ұнатады. Бет әлпетіне келсек, оның басында қоңыр шляпа, қызғылт жасыл киген футболка. Ал қолында ең басты қаруы үшкір жүзді темір қолғап киеді. Достар, сендерге бұл бейнеролик ұнаса лайк басыңдар және менің арнама жазылыңдар. Көріскенше қайырлы түн.